Love Story түсірді. Актері мен Гүлназымға қатысты жаңа дерек желіні дүр сілкіндірді. Бүгін әлеуметтік желіде нағыз бомба жаңалық тарады. Актері мен Гүлназым әдемі локацияда Love Story түсірген. Жанкүйерлердің айтуынша бұл той алдындағы ең басты қадамдардың бірі. Түсірілім өте әсем, романтикалық жерде өткен. Гүлназым ақ түсті нәзік көйлекпен, нағыз болашақ келіндей жарқырап тұрды. Ақ көйлек оның инабатты келбетін одан әрі айшықтап, көріністі нағыз ертегіге айналдырды. Актері болса, оған көзін алмай қарап, қолынан ұстап, бірге би биледі. Бұл сәттер шынайы сезімді айқын көрсетіп тұрды. Кешкісін екеуі бірге қыдыруға шыққан. Видео мен фотоларда олардың күліп, әңгімелесіп жүргені анық көрінеді. Үндемей, бәрін тез жасайын деп отыр деген сыбыста тарап жатыр. Кейбіреулер мұны тікелей тойға дайындықтың белгісі деп қабылдауда. Енді басты сұрақ, ата-аналармен таныстық қашан болады? Себебі көпшілікке белгілі, егер Love Story түсірілсе, әрі ашық қыдырып жүрсе, демек ресми қадам алыс емес. Желі қолданушылары да екіге бөлінді. Қолдаушылар, Гүлназым ақ көйлекте керемет, той күтеміз деп бата беріп жатыр. Сақтықты жақтаушылар, бастысы, шынайы махаббат, бәрін асықпай жасаған жөн деп кеңес айтады. Бір анығы, бүгінгі Love Story мен кешкі серуен актері мен Гүлназым арасындағы жаңа кезеңнің басталғанын көрсеткендей. Ал бұл кезең ресми тойға ұласар ма, жоқ па, оны уақыт қана айтады. Куәгерлердің айтуынша, түсірілім кезінде актері мен Гүлназым тек камера үшін емес, бір-біріне шын көңілмен қарағандай көрінген. Бір сәтте актері Гүлназымның бетіне нәзік сипап, екеуі күліп жіберген. Бұл кадрды көрген жанкүйерлер, бұл жай ғана проект емес, бұл сезім деп жазуда. Тағы бір дерекке сүйенсек, түсірілім тобы өте аз адамнан тұрған. Барлығы құпия сақталып, локация алдын ала жабылған. Әр деталь, гүл шоқтары, шамдар, тіпті музыкада біреудің ерекше күніне дайындалғандай әсер қалдырған. Кешкі қыдыруда жай ғана серуен емес екен. Актері Гүлназымды арнайы бір қымбат мейрамханаға апарғаны жайлы да әңгіме бар. Ол жерде екеуін көргендер өте жылы, бақытты көрінді деп сипаттап отыр. Ең қызығы, желіде келесі аптада ата-аналармен таныстық болады деген қауесет тарай бастады. Бірақ әзірге бұл жай ғана сыбыс. Гүлназым да, актері де ресми түрде ештеңе растаған жоқ. Көпшілік енді олардың әр қадамын аңдып отыр. Қай күні қалыңдықтың суреті шығады? Тойдың датасы қашан? Бұл шын махаббат па, әлде тек шоу ма? Интрига күшейіп келеді. Ал актері мен Гүлназым әзірге үнсіз, бірақ екеуінің көзқарасы бәрінен де көп нәрсе айтып тұрғандай.